Бүгін сіздерге осындай керемет жұмсақ болып шығатын лепешканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бөлме температурасындағы осындай сары май, не болмаса 82 жарымдық маргарин қолдансаңыздар да болады. Мен қазір осыны қосып жатырмын. Өте сапасы жоғары, жақсы маргарин. Осындай жылы маргаринді аласыздар дағыны ұнға саласыздар. Қанша керек екендігін мен барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен жыл суларыңызға осындай ашытқыны қосып салып аласыздар дағыны, оны көпіртіп алуымыз керек біз. Осылай ашытқыны дрожжымызды салып, бірінші араластырып қоямыз ол көтерілгенше. Кейбір кісілер закваска, яғни нанды ашытқанды ұнатады, қолдың ашытқысы. Оның сабағы да кейінірек бөлек болады. Мен сіздерге кәдімгі күнделікті қолданатын дрожжымызбен көрсететін боламын. Мынау қантты бір қасық саласыздар, дәу қасықпен осылай, және де тұзды шамалы жарым қасық саласыздар. Дәл осылай етіп, осы рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздердің лепешкаларыңыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Әбден тәжірибеден өткен, көп жылдан бері жасап келе жатқан лепешкам осы. Тапсырысқа да жасасаңыздар болады. Өте керемет. Менің каналымда бұдан да басқа көптеген рецепт түрлері бар. Алдымен каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Осылай біз жұмсақ қып әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Суды шетінен, жылы суды құйып отырамыз шетінен, бірден құйып жібермейсіздер. Нанымыздың, яғни қамырымыздың басы біріккенше осылай суды шетінен аздап құйып отырып, біріктіріп аламыз. Қамырымыз әбден біріккенше осылай бір келке етіп илей береміз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабысатын қамыр пайда болды, бірақ біз оның үстін сұйық маймен бастыратын боламыз міндетті түрде. Осы кезде қамырымыз қолымызға жабыспайтын болып шығады. Қамырымызды біраз бөліп алып, осылай расстойкаға қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін оны ортасынан шетке қарай ығыстырып басып, осылай созып шығамыз ортасын. Яғни ортасында көп ауа қалып кетсе, қатты көтеріліп кетеді ортасы қамырымыздың. Сол себептен нанымыздың ортасы қатты көтеріліп кетпес үшін осылай шеттен, ортасынан шетіне қарай бастырып отырып, осылай ығыстыра отырып, формасын шығарамыз. Қаласаңыздар, гүлдеп жасасаңыздар да болады. Мен лепешкаларымды сәл гүлдеп шықтым. Осылай қалдырсаңыздар да болады. Осылай да әдемі болып шығады. Мен гүлдеп жатырмын бірақ. Осылай жай ғана шет-шетін қысып отырып, гүлдің формасын жасап шыға саласыздар. Бұл міндетті емес. Ал енді мына жақта қарасаңыздар, мен жұмыртқаның сарысына майонез қостым. Майонезді көбірек қоссаңыздар, сіздердің лепешкаларыңыздың беті өте жұмсақ болады. Тіпті 2 күнге дейін лепешкаларыңыз сол жұмсақтығын сақтайтын болады. Ал егерде құр сары уыздың өзін ғана жағатын болсаңыздар, жұмыртқаның өзін ғана, онда кішкене беті қаттылау болып шығады. Беті қытырлақтау болады, яғни. Ал мынау майонезбен қосылған сары уызымыз лепешкамызды өте жұмсақ етеді. Өз қалауларыңызша күнжіт, мак, қалаған сепсеңіздер болады кез келген дәнді. Бірақ мен көбінде күнжіт қолданамын. Міне біздің лепешкаларымыз дайын болып пісті. Қарсаңыздар, өте қып-қызыл, түрі де әдемі болып шықты, беті жып-жылтыр, өте жұмсақ. Каналыма қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыздар.